Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді салат әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздер етімізді суға пісіріп аламыз алдын ала. Қатты пісіріп жібермеңіздер, себебі формасын ұстамай езіліп кетеді. Енді корнишон керек болады, помидор, перецтің 2 түрі керек болады. Осылардың барлығын жақсылап дайындайтын боламыз. Бірінші майымызды қыздырып, етімізді салып 1 минуттай араластырып аламыз. Етті көп пісіріп жүрсеңіздер, еттеріңіз қатты болып кетеді. Енді қалған қоспаларымыз салатын боламыз. Осыларды да жақсылап араластырамыз. Дайындалуы өте қиын көрінгенмен, бұл өте тез дайындалатын салат, сондықтан міндетті түрде істеңіздер. Соевый соусты араластырамыз да табамыздың бетін жауып 3-5 минутқа қойып қоямыз. Салат дайын, бетін кунжутпен әдемілеп дастархандарыңызға қоя берсеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және төменде ауызашарға дайындалған видео бар, соны міндетті түрде көріп шығыңыздар.